бәріне қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен жасару, бетті ағарту, дақтан құтылу, беттегі керек емес майда шырамдардан құтылу, тағысын басқа беттегі проблемалардың жоятын бірден бір ең оңай және табиғи жолының түрімен бөлісетін боламын. Ол қалай десеңіз, ол менің дәл денемдегі, бетімдегідей қызыл осындай нүктелердің арқасында кетеді. Ол нүктені қалай жасайды және ол қандай бізге пайдасын береді деген сұраққа видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыз жауап алатын боласыз. Егер де сізге осындай тағы да пайдалы жаңағы видеолар керек болса, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ал маған деген сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып және де сіз білетін пайдалы ақпаратпен бөлісеңіздер болады. Ал видеоға кірісейік. Сіздер көріп тұрған бетімдегі және мойымдағы қызыл нүктелер ол біздің плазма лифтингтің іздері. Плазма лифтинг дегеніміз не және оның қандай пайдасы бар және қалай көмектеседі деген бүгін ауқымды сұрақтарға жауап алатын боласыздар. Плазма лифтинг дегеніміз өзіміздің қанымызды алып, центрофугаға салып, обработка жасап, оның жаңағы плазмаға айналдырып, қандағы сары біздің жаңағы сұйықтықты бөліп, сол сары сұйықтықты бетке, мойынға, не болмаса проблемы зоналарға салуды айтады. Плазма лифтингтің қандай пайдасы бар? Ең алдымен оны кімдерге болады және не үшін деген сұрақтың жауабын біліп алайық. Плазма лифтинг барлық жастағы, яғни 18-16 жастан толған барлық қыз балалар, ұл балалар, ер адамдар, әйел адамдардың бәріне болады. Плазма лифтинг қауіпсіз препараттың түрі болып саналады. Құрамында тромбоциттарға бай болғандықтан барлықтарымызға керек жаңағы мимикалық әжімнен құтылу, ылғалдандыру, безеулерден құтылу, қара дақтан құтылу, жаңағы кішкентай шырамдардан құтылу, тағысын беттегі керек емес жаңағы проблемалардан құтылуға арналған қауіпсіз табиғи препарат болып саналады. Мысал ретінде мен қазір мына жерге видео салып кетемін. Өзім осы жолы 4-ші этапта жүрмін. Мен қазіргі плазма лифтингті өзім бетімді ылғалдандыруға, бетімдегі мимикалық әжімдерден құтылуға және де менің бетімде купероз, яғни бет терісі өте жұқа болғандықтан астындағы қызыл тамырларым көрініп, бетім қызарып тұрады. Солардан құтылу үшін алып жатырмын. Жаңағы осы жердегі видеодан қарасаңыздар болады. Алдын ала жаңағы плазма лифтингтің алдында ең алдымен сіздің жаңағы керек зонаңыз, яғни бетіңіз, не болмаса қолыңызда проблема болса, не мойныңызда проблема болса, әбден оны обезболивающий кремін жағып, бірінші бетіңіздің жаңағы обезболить етіп алады. 1 сағат не болмаса 40 минут алдында кремді жағып күтесіз. Одан кейін қолыңыздан өзіңіздің қаныңызды алып, осындай арнайы центрофуга аппаратқа салып, обработкадан өткізіп, плазмаға айналдырады. Осы жерде видеода қазір көрсетіледі. Плазмаға жаңағы қанның өзінің сары сұйықтығы бөлінеді. Сол сұйықтықты біз жаңағы пайдаланамыз. Ол сұйықтықтың құрамындағы дәрумендердің байлығы соншалықты сіздің іздеп жүрген проблемаларыңыздың барлық проблемаларыңызды емдеп шешіп береді. Мысал ретінде мен қазір жаңағы айтып өткендей бетімді ылғалдандыру, мимикалық әжімнен құтылу және де купероз, яғни бет терісін жұқа, оны қалыңдатып, жаңағы қан тамырларын көрінбейтін жағдайға жеткізу үшін жасап жатырмын. Мен деген кемінде 10 курс алуды шештім. Қазір мен 4-ші курстан кейінмін. 1-ші курс, 2-ші курстың аралығы кемінде 1 апта болу қажет. Ең көп дегенде 2-3 апта. Арасын созылған сайын эффекті кішкене көбірек уақыттан кейін беретін болады. Ал жиірек жасайтын болсаңыз тезірек результатқа жетесіз. Мен мысалға әр апта сайын не болмаса 10 күн сайын алып отырмын. Қазір мен 4-ші курсты бітірдім.
10 курс алып болғаннан кейін мен 2-3 айда бір рет, не болмаса жаңағы сезон, яғни қыста бір рет, жазда бір рет алуды шештім. Өйткені бұл өте керек, ең керемет жақсы жұмыс атқаратын өзіндік табиғи препаратымыз. Оның беретін кері әсері мүлдем жоқ. Тек қана оны жаңағы бетіңізде безеу бар кезде өте, яғни гнойный дейді ғой, андай іріңдеп кеткен жағдайға жеткен болсаңыз, сізге сол кезде болмайды. Және де сізге аллергия бар кезде болмайды, және де спид аурумен ауыратындарға болмайды, сахарный диабетиктерға болмайды, және де асқазаныңыз ауыратын болса мейлінше пайдаланбаған жөн. Қалған аурулар жоқ адамның бәріне болады. Плазмалифтинг бет пен мойын дене терісінен бөлек, ол шашты да жақсы емдейді. Егер шашыңыз түсіп, не болмаса қайызғақ, не болмаса шашыңыз қызарып, бөрткіш болса, басыңыздың түбі құйқасы, плазмалифтингті басқа да алуға болады. Дәл солай курспен арасы 2-10 күн салып, 10 немесе 7 рет алу қажет болады. Сол кезде жақсы результатқа жетесіз және 100% жұмыс жасайды. Плазмалифтингтің пайдалы ақпараттарын астында описание бөліміне толығырақ жазып кетемін. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөлімінде күтетін боламын. Міндетті түрде барлықтарыңыз жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер, тек қана пайдасы тиіп, жақсарып, бетіңіз тазарып, ылғалданып, бетіңіз жасарып, өз қалпына тез келетін болады. Сіздерге сәттілік!